берік асылып жұмыс істеп ауданды көркейтіп отырған бұрынғы аудан әкімі Бағдат Әбілмәженовтің орнына күйеу баласын әкеліп отырғызғанда нені көкседі екен дейді. Осы ауданға қарасты Төлебай ауылының мұқтажын арқалап, Жақсымбетовтың да оның ЖКХ бойынша орынбасары облыс әкімінің бұрынғы оң қолы болған Бөгенаев Алмас мырзаның да қабылдауында болдым. Көтерген бірде-бір мәселе шешім таппақ түгіл орнынан қозғалған да жоқ дейді. Бас прокурордың жекешелендіріп алған жоқ па ауданымызды? Аға прокурорымыз Әскербеков Асыловтың жиені деп рас болса, команда жинау не жең ұшынан жалғасу, трайбализм мен жершілдік жойылмай жаңа Қазақстан Тоқаев елестетіп қана жүр. Бұл халықтың айтып жүрген, ел ішінде жүрген әңгімесін біз айтпай кете алмадық. Енді мен жауап бере кетейін. Аузында осы айта кетейін.